Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін үй жағдайында небәрі бір ғана жұмыртқадан кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қалай жасалуын бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызбенен 100 грамм қантымызды миксер болса миксермен, немесе осылай блендердің миксеріменен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Аппақ масса енгенше. Миксерлеп алғаннан кейін бенчиктің көмегіменен де жасай берсеңіздер болады. Қантымызды жақсылап ерітіп алатын боламыз. Қантымыз ергеннен кейін үстінен айранымызды құятын боламыз. Айранымызды құйғаннан кейін тағы да жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Сосын 50 грамм сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып жіберетін боламыз. Достар, мен толық рецепті астында описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қанша граммнан қосатынын толық жазып өтетін боламын. Енді бұл жерде іші толық пісу үшін бір құпияны айта кетейін. Сіздерге бір шай қасық ас содасы менен бір шай қасық қамыр қопсытқыш разрыхительді теңдей бір шай қасықтың салсаңыздар, арасы толық пісетін болады. Екеуі тең жағдайда салынса, кез келген пирог торттарға да солай екеуін теңдей бөлікте салсаңыздар, арасы таза пісетін болады. Бұл тәжірибе сынақтан өткендіктен осылай сіздерге де айтып отырмын. ұн илегіштен өткізіп ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Онды міндетті түрде ұн илегіштен өткізіңіздер. Менің каналыма өтіп, түрлі тағамдардың рецептерін, банкалардың рецептерін көрсеңіздер болады. Салаттардың да рецептері бар. Міндетті түрде каналыма кіріп көріңіздер, тіркеліп те кетіңіздер. Маған деген қолдауларыңыз болады. Осылай масса пайда болады. Қою да сұйықта емес, орташа. Қалауларыңызша мүйіз салсаңыздар да болады. Немесе мен сияқты вареньяны салсаңыздар да болады. Менде жаздың күні жабылған алманың вареньесі бар. Дәмдірек болсын, әдемірек көрінсін деп мен алма вареньесін қостым. Сұйық вареньені қосқаннан кейін кішкене сұйықтауы болса, ұн азырақ қосып жіберсеңіздер де болады. Варенье қосқаннан кейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң кекстің қалыбы болса қалыпқа, немесе мен сияқты осылай кесеге салып пісірсеңіздер болады. Кесенің түбін майлап алатын боламыз. Сонда пісірілген кекстеріміз жабыспай алынатын болады. Теңдей бөлікке бөліп салып алатын боламыз. Алдын ала пешті 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Қыздырылған пеште пісіріп аламыз. 30-35 минут көлемінде пісіп шықты. Піскенін зубочисткамен тексерсеңіздер де болады. Өте керемет, жұмсақ болып шықты. Балаларға да өте қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап беріңіздер. Жұмсақ болып шықты, керемет. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.